Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге ең оңай капкейктердің рецептімен бөлісетін боламын. Толық рецепті және де қанша су шығатынын видеоның астында жазып қалдырамын. Ол үшін бізде ең алдымен жұмыртқа керек. Жұмыртқаны миксердің төменгі жылдамдығынан, ең төменгі жылдамдығынан бастап, жоғары жылдамдығына көтере отырып, жақсылап, еттесі көпіргенше миксерлейтін боламыз. Қантты бірден салмай, аздан сала отырып, еттесі көбік масса шыққанша жақсылап миксерлеп аламыз. Майды да дәл солай аздан қоса отырып, қосып аламыз. Сүтті бірден қосуға болады, және де сүттің температурасы аса маңызды емес. Енді мына жерде менің ұн қосқан жерім видеоға түспей қалыпты. Оның граммын және құпсытқыштың граммын видеоның астында жазып қалдырам. Оны да ситадан өткізе отырып, аздан қосып алып миксерлейсіздер. Енді өздеріңіз қалауыңызша силиконды формаға немесе қағаз формаларға салып, яғни кекстің формаларына салып пісіріп алатын боламыз. 180 градуста, 170 градуста пісетін болады. Әркімнің пешіне қарай әртүрлі градуста уақытта піседі. Енді кезекте кремін әзірлейтін боламыз. Бізге креміне творожный сыр, қант ұнтағы және сливки керек болады. Ең алдымен қант ұнтағы мен творожный сырды толық біріккенше жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Енді кезекте сливкімізді қосып, бір тек өз формасын ұстайтындай масса шыққанша жақсылап миксерлейміз. Міне бізде осындай өз формасын ұстайтын крем шығу керек. Енді мен кремді екіге бөлем, және де оның екінші жартысын мен жасыл түске бояймын. Сіздер өз қалауларыңызша боясаңыздар болады. Сонда ерекше декор, крем жасауға болады да. Өте гүл тәріздес етіп жасаймыз. Өте ерекше шығады. Мұнда менде ішіндегі начинкасы малиновый. Сіздер кез келген начинка қолдансаңыздар болады. Бірақ осы малиновый начинка күшті болады кекске. Бұның жасау жолы өте оңай. Қалай жасағанын, граммдарын видеоның астында жазып қалдыратын боламын. Жазбаса ретте видео астында жазып қалдырамын. Енді кезекте осылай кез келген насадкамен біздің кекстардың ортасын алып тастаймыз. Начинкамызды құю үшін үлкен етіп алсаңыздар болады, кіші етіп алсаңыздар болады. Қалаларыңызша алып тастайсыздар. Және де сол жерден біздің осылай кондитерлік қапшықтың көмегі арқылы начинкаларымызды құйып шығамыз. Міне мен енді осындай насадканы қолданамын, яғни D60 деген. Мен осылай екі кремді араластырып салып алып, осындай гүл тәріздес етіп жасайтын боламыз. Мен сонда екі төс араласып, біздің капкейктер одан әрі әдемі көрінетін болады.
мінекей ары қарай дәл осылай осы ретпен жасай бересіздер. Кремді аз немесе көп жағу өз қалауларыңызша. Мен әртүрлі етіп жақтым. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және қандай рецепт қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мүмкіндігінше сол рецепті салуға тырысамын. Капкейк өте дәмді әрі жайған дастарханымыздың көркін керемет ашатын өте керемет болып шығады. Іші мінекей осындай видеодан көрсеткендей өте үлпілдек, өте керемет болады. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңесімді беремін.